Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәл осындай тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамның атын білмеймін, бірақ өте дәмді, ерекше болып шықты. Лавашты қолдан дайындадым. Осылай ортасына лаваштың салып жей бересіздер. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алыңыз. Ол үшін алдымен бізге керек заттар ет және перец, бір сәбіз, бір пияз керек болады. Ең алдымен етімізді 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Етімізді ұсақтап турап болдым. Енді қызып тұрған майымызда етімізді салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Көкөністердің барлығын 4 бұрыштап ұсақ етіп турап шықтым. Енді етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, барлық көкөністерімізді салып жақсылап қуырып, бетіне тек суымыз асып тұратындай етіп қана құйып, піскенше қалдыратын боламыз.
Енді қамырымызды дайындаймыз. Лаваш дайындау үшін бізге алдымен ыдысымызға суымызды құямыз. Одан кейін тұз саламыз дәміне қарай. Чай қасықпен 2 чай қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды аз-аздан салып отырып, орташа қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін арасында осылай тындырып тұрамыз. Өте орташа көлемде қаттылау қамыр дайын болды. Қамырымыз жақсы тынғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын ұсақ етіп бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз.
Қамырымыздың беті кеуіп қалмау үшін барлығын домалақтап алғаннан кейін осылай орамалмен жауып қоямыз. Шетінен жұқалап алып жая беретін боламыз. Кішкене жұқа көлемде жайып болғаннан кейін қызып тұрған табамызда барлығын екі бетін пісіріп алатын боламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді қызып тұрған табамызға салып, екі бетін пісіріп алатын боламыз. Қатты көп пісірудің қажеті жоқ, тез піседі. Сондықтан да күйіп кетпейтіндей жанында қарап тұрып пісіреміз. Барлық қамырларымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай пісіріп алдық. Өте дәмді лаваш болып шықты. Енді осы лавашымызға бадилямызды салып ұстына береміз. Өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі екен. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналым пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтесіз, соны комментарийға қалдырып кетіңіз.